Бірінші бүгін спарринг жасап. Ал достар, бүгін Америкадағы алғашқы спаррингіміз. Боксқа жаңадан енді бастап қатысып жатырмыз. Қазір енді кішкене қыздырынып алуымыз керек. Бұның алдында сәл-сәл қыздырынып алғанбыз. Сопернигім Хосе деген сол америкалық жігіт. Негізі түбі испанец па, мексиканец па, бірдеңе. Жаңадан таныстық бір күн алдын. Бүгін сағат 10-ға шақырған мен. Сөйтіп спарринг басталды. Анау келген бізде осы бокс залдың хозяйыны, оунер. Енді бұл жігіт бұрын 1 жыл айналысқан екен бокспен. Мен де бір 5-6 класстарында бір 4-5 айма, 3-4 айма қатысқаным бар боксқа. Одан кейін раз-дваны бүйтіп ауаға тастап үйреніп жүргеніміз ғой енді. Көргендеріміз деген сияқты. Соны жасап жатыр қазір мына жерде. Алдын қолдар ашық жүресің. Басты жауып, бетті жауып жүру жоқ. Және де қарсыласымның өздеріңіз көріп тұрсыздар. Қолы, аяғы, бойы да маған қарағанда әлдеқайда ұзын. Бұл менің алғашқы комментировать етіп жатқан өз YouTube каналыма салынғалы жатқан видео. Және дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Арасында қате кемшіліктер болуы мүмкін, әрине адам болғаннан кейін десек те, ешқандай монтажсыз дәл осылай салатын боламыз. Сырт көзге қарағанда жалпы бокстасып жатыр негізі. Бірақ енді бокстың тілімен, бокстың көзімен қарайтын болсақ, бұл жерде көптеген қателіктер жіберіліп жатқан болуы мүмкін. Сондықтан арнайы YouTube каналға салып отырмыз. Арамызда жаңағыда боксерлар, мамандар бар. Мына жерде жақсы удар жедім. Оң қолмен. Мен көріп тұрғандарыңыздай қолы ұзын. Алдын қолмен джеб тастап артқы қолды кигізіп жатыр. Бұл бізде бірінші алғашқы раунд 3 минуттан. Бұл алғашқы сопернигім. Қазір мен демалмай екінші сопернигіммен бойды жалғастыратын болам. Десек те, бұлай жаман емес. Алдын қолдарды кейбір сәттерде жеткізе алмай қалған, тимей қалған кездері болып отыр, өздеріңіз көріп отырсыздар. Бірақ кейбір кездерде жеткізіп, кәдімгідей шлемін теріс айналдырған кездер болды. Өкпе бұндай сынаққа дайын емес еді. 3 минут тоқтаусыз және де скалк секіру немесе жүгіру, груша ұру деген ол бөлек нәрсе. Ал енді спарринг бұл өте бөлек нәрсе. Дыхания бұл кезде 2 есе қатты жұмыс жасайды және де тез шаршайсың бұл кезде. Миың мен денең физикалық түрде бірдей жұмыс жасай алу керек. Миыңа келген нәрсені физикалық түрде денең орындай алса, бағынып, бүкіл нәрсені нақты, жылдам, сол кезде шешім қабылдап, барлығын істеп үлгеру керек. Неге көріп тұрғандарыңыздай қазір бірінші раунд, бірінші сопернигім бітті. Өкпе өшіп қалды мына жерде. Ал екінші соперник кішігірім мен монтаж жасадым, кесіп тастадым, себебі мына жігітті ұсақтау күткенім бар. Бұл американдық жігіт. Атын ұмытып қалдым. Танысқан болатын тұғымыз. Бұны да арнайлап шақырған екен. Хосе мені шақырды, оны шақырды. 3 адам спарринг жасайық деп. Енді қазір қол бос, неге жасамасқа деп. Джебтері өтіп жатыр, мына көріңіздер. Кәдімгідей жеткізіп, тигізіп, басын жауып жүреді. Артықшылығы жинақы және де қатты шаршамайды маған қарағанда. Мен көріп тұрсыздар, өздеріңіз міне алдын қолмен жеп тастап, барынша әйтеуір жақындатпауға тырысып жатырмыз. Мінекей қазір позицияны ауыстырып. Десек те негізі олақаймын. Мінекей қайттан өз позицияма ауыстым. Алдын қолдар джебтарды тигізіп жеткізіп жатыр негізі. Соққылар жақсы тиіп жатыр. Бірінші раундта қатты бір-бірімізге соққы берген жоқпыз. 2 сопернигіммен де 3 минут өздеріңіз білесіздер енді қазір. Бірінші раундтан кейін кішігірім шаршағаным бар. Бірақ әлде де бұның өзінде кішігірім күшім бар. Әйтеуір соққыларын қайтарып, қарсылай соққы беруге
мінекей өздеріңіз көріп тұрғандағыдай жабық жүр, бірақ десек те арасында ортасынан өткізіп тигізіп жатқан сәттерім бар. Бұл жігіт те осал жігіт емес екен, біраздан бері айналып жүрген сияқты. Қол аяғы ұзын, жинақы, нақты, және де бірінші рөлде ойнап жүр мінекей мені. Джебтар жақсы, қолдар ұзын, екеумізге де тиіп жатыр бір-бірімізге. Негізі жеңіл, жай тиюге ойнаймыз деп келіскен болатын тұғымыз, бірақ өздеріңіз көріп тұрсыздар, қатты ударлар, соққылар болып жатыр. Бұл жерде енді қызбалық, ішке кіргеннен кейін бір удар қабылдасаң, әрі қарай сол ритмға еніп аласың да, әрі қарай кете бересің. Екі қол түсіп кеткен, міне көріп тұрсыздар. Ударлар, соққыларды өткізіп немесе жауып олай жасап жатқан жоқпыз. Жұмыс жасайтын жақтарымыз өте көп екен. Уже өкпе мына жерде уже сәлем айт деп жатқан сияқты. Әрине шаршаңқы уже 6 минут. Бірақ десек те арада бір 10 секунд, 20 секундтай ма, 10 секундтай демалыс уақыты болды, бірақ ол өте аздық етеді. Ең алғашқы спаррингке және де секірмей, көрдіңіздер, аяқта қатты жұмыс жасай алмайды екенбіз. Осымен спарринг бітті. Бұл менің алғашқы 2 раунд, 2 спаррингпен жекпе-жегім. Әрмен қарай қазір Хосе мен ана американстық жігіт спаррингке түсетін болады, ал мен бұл кезде демаламын. Шлемімді және де перчаткамды шешіп, камераны алып, әсерімен сіздерге бөлісуге тырысатын сияқтымын осы кезде. Қазір енді 2 жігіттің бой басылатын болады. Ал өкпе өшті мына жерде. Ашып жатыр өкпе деген. Аузымызда кафамыз бар, яғни тісті